Бір жыл күткен фильмді көрген соң ерекше эмоция алдық. Ал енді фильмді талдауға келейік. Кейбір көрермендер түсінбеген 10 сұраққа жауап беріп көреміз. Кеттік. Wild horses, wild horses, wild horses, run faster, run faster, run faster. Wild horses, run faster, run faster, run faster. You know, you may not be a threat, but you better stop pretending to be. Ең актуалды сұрақ. Күлге айналғандар қайда кетті? Және оларға не болды? Күлге айналғандар ешқайда кетпеген. Расында олар қаза тапқан. 5 жыл бойы жеңілгендерін мойындамаған кек алушылар бақытқа орай Скотты кездестірді. Сосын Халк Тони жасаған шексіздік қолбаған киіп, саусақтарымен шертіп оларды қайтарып алады. Күлге айналғандар қай жерде күлге айналды? Тірілген кезде дәл сол жерде тірілген. Мысалы, Питер Квилл, Доктор Стрэндж, Мантис, Титан планетасында күлге айналды. Сосын дәл сол жерде қайта тірілген. Ал 5 жыл оларға 1 секундқа тең болып көрінеді. Мүлдем қартаймаған, тіпті өздерінің күлге айналғандарын білмейді. Олардың ішінен тек қана Доктор Стрэндж бәрін біледі. Себебі ол уақыттасымен болашақты көрген болатын. Елікпен қаза тапқан Тони мен Наташа қайта оралама. Олардың өлімі барлық көрермендерді мұңайтты. Жанкүйерлерді мазалайтын сұрақ. Оларды кванттық әлем арқылы өткен шақтан әкелуге бола ма? Тура Гамора секілді. Әрине болады, бірақ бұл жерде кванттық әлемнің құрылғысын қайта жасау керек. Естеріңізде болса, Танос кек алушылардың базасына шабуыл жасап, оны жойып жіберген болатын. Екіншіден, кванттық әлемге ешқандай қауіп-қатерсіз қалай баруды тек қана Тони біледі. Марвелдегі ақылды кейіпкерлер Хэнк Пейм, Профессор Халк, Шури, Ракета секілді данышпандар қосылып жасағанның өзінде өткен шаққа барып, Тониді осы шаққа әкелуге болады. Тек ұзақ уақытқа емес. Егер ұзаққа созылса, уақыттың ережесін бұзып, үлкен жарылыстар пайда болады. Сондықтан бұл мүмкін емес. Ал Наташада дәл сондай жағдай. Шексіздік тастарымен қайтара алмайды. Егер кек алушылар Тони мен Наташаны шексіздік тастарының көмегімен қайтаратын болса, онда күлге айналғандар қайта өледі. Сондықтан миллиардтаған адамдарды сақтау үшін Тони мен Наташа құрбан болды. Бәріңіз күткен сұрақ. Локи тірі ме? Кек алушылар 2012 жылға оралғанда Локи тарихты өзінің сюжеттік линиясын мәңгіге өзгертіп жіберді. Ол алдына түскен тессерактты алып, белгісіз бір жерге портал жасап қашып кетті. Соның салдарынан Локи тағы да бір альтернативті әлем жасады. 1 жылдан соң Локидің сериалы шығады. Сол жерде дәл осы альтернативті әлемді көрсетеді. Ең қызығы, ол әлемде Тони мен Наташа тірі. Сонымен бірге Танос та бар. Ескере кетсек, Локи сериалда жауыз кейпінде болады. Тордың сюжеттік линиясы неге өзгерді? Көрермендер таңғалған сәттердің бірі толықсып кеткен Тор. 5 жыл бойы Fortnite ойынын ойнап, сыраға тойды. Өйткені өзінің депрессиясын басу үшін. Бұл логикаға сай келеді. Тор Таносты өлтірді. Ешқандай жауызда, шексіздік тастарда жоқ. Оның үміті толығымен сөнді. Осының кесірінен Тор өзін өзі жоғалтқан соң қандай күйге түскенін көріп тұрмыз. Таносқа қарсы күрескенде де сәл әлсіздеу болды. Себебі 5 жыл бойы ешқандай жаттығусыз өткізді. Оның үстіне Таносқа деген ашу ызасы, кек алуға деген құштарлығы жоқ. Содан кейін шексіздік қолбаған Тор кимегеннің себебі болса да, тастардың күші өте мықты. Оларға гаммасы мықты дамыған кейіпкер ғана қолғапты киіп, тастарды басқара алады. Өткен шақты өзгерткенмен, болашақты өзгерте алмайсың. Профессор Халк фильмде айтқандай, өткен шақты өзгерткенмен, болашақты өзгерте алмайсың. Марвел киноғаламында уақытқа сапар шегу басқаша жұмыс жасайды. Олар әр уақытқа түскен сайын жаңа альтернативті әлем пайда бола береді. Ақтық шайқас пен Доктор Стрэндж. Таносқа қарсы ақтық шайқас бұл кинематограф тарихында ең таңғалдыратын үздік сәттердің бірі. Ғаламдағы барлық қаһармандар әлемді қорғауға келді. Олар соғыс жайлы қайдан білді?
Доктор Стрэндж жарты сағат ішінде Вонгқа бұйрық береді. Сосын Стрэндж астралды әлемге кіріп, барлығын шақырып шыққан. Ал Вонг әлемнің әр нүктесінен портал ашып беріп отырған. Сондықтан бұл жерде Доктор Стрэндж бен Вонгтың көмегі көп дейді. Кеп тастары мен Мьёльнирді қалай қайтарды? Стив кванттық әлем арқылы тастарды өз орындарына қайтарды. Күштасын Моракқа, уақыттасын Комартажға, шындықтасын мен Мьёльнирді Асгардқа, жантасын Вормирге. Ол жерде қызыл бас сүйекті кездестіреді, бірақ араздаспайды, себебі қызыл бас сүйек күресуге қауқарлы емес. Ал санатасын қалқан базасына апарады. Ал ең соңында 1970 жылға оралып, кеңістік тасын апарып, сол жерде Пегги Картермен қалып бақытты ғұмыр кешеді. Сөйтіп 2016 жылы Пегги Картер қайтыс болады. 2019 жылы Стив қарттың кейпінде келеді. Стив неге қалқанды Сэм Уилсонға берді? Капитан кеткен соң әлемді қорғайтын жаңа Капитан Америка керек. Стивта екі нұсқа болды. Сэм мен Баки. Стив қалқанды Сэмға берді. Ал Бакиға бермеген себебі Бактың арты таза емес. Ұзақ жылдар бойы Гидраға қызмет етті. Қаншама адам өлтірді, санасы уланған. Сосын халық оны капитан ретінде қабылдай алмайды. Стив секілді жанашыр, елге сыйлы қаһармандар капитан болуға лайықты. Сондықтан Стив қалқанды Сэмға берді. Сэм нағыз Капитан Америка болуға лайықты. Тордың болашағы не болады? Тор жерде жаңа Асгард салды, бірақ оны басқарудан бас тартты. Себебі ғарышта үлкен қауіп барын біліп қорғауға кетті. Ал жаңа Асгардты Валкирия басқарады. Тор галактика сақшыларының құрамына кірді. Енді Тор галактика сақшысы. Біз Торды 2022 жылы бірақ көреміз. Тор Джеймс Ганның бастапқы жұмысы галактика сақшыларының 3-ші томдық фильмінде болады. Марвел хронологиясы әрі қарай не болады? Тони мен Стив кеткен соң кино әлемінің тағдыры не болмақ? Өрмекші адам үйден жырақта фильмі 3-ші фазаның соңғы фильмі болады. 4-ші фазада бізді жаңа қаһармандар мен жаңа зұлымдар күтіп тұр. Мысалы мутанттар, мәңгіліктер, Корпус Нова, Дармаму, Канг және Доктор Дум. Кек алушылар, ойынның соңы аяқталған соң бәрі бітті деп алаңдамаңыздар. Марвел бізді әлі талай қуантуға қадамдар жасап жатыр. Тек сәл күтейік.